Бүгін бала шағамызбен ауылға келдік. Ауылдың иісі бәрі басқаша да. Ат мінуге. Бітер кезде ең соңғы рет көрер күн, мен ауылды ойлап жатып сөнермін. Өйткенім мен сол ауылда көгердім, сол ауылдың ықыласына бөлендім. Жағасында лайланған қайырлар, онда менің жығып кеткен тайым бар. Өмір бойы маңдайымнан шертпеген, онда мені еркелеткен Атты мініп прогулкаға шықтық. Алдыма жол серік болып Ғалымжан қосылды. Сол жылдар енді маған орамал кім болған. Арасында осындай қызық жағдайларда болып тұрады екен. Расында Батапаққа жете алмадық. Ғалымжанның телефоны түсіп қалды. Қазір арқа қайтып жатырмыз. Телефон іздеп жатыр. Тапқандар болса айтыңыздар. Samsung A33. Чөнәк маңда ғой, короче. Таппай жатыр. Тапқанға сүйініші бар екен. Бір ат береді екен. Ғалымжанмен таныстық. Ғалымжан мен анамның бұрынғы бір кездескен Шырын деген бір әпшеміз бар. Соның небересі екен. Әне, өмірдегі қандай, жер домалақтар бәріне өсіп. Сіз қала бересіз бе? Телефоны табылды. Жерде жатыр екен ма? Әп бәрекелді. Әне, үйірған нәрсе ешқашан кетпейді ғой. Ділшат, үлкен рахмет. Балдарың жіберді, су алып бер жіберді. Рахмет. Шөлін басып келіп жатыр енді. Ат мінен де қой бағып кеткесің ғой. О, мешіттер. Мешітке кіріп намаз оқығанымыз қазір. Мешітке келдік. Бісміллә. Намаз оқылайық. 4 сағат болды атта жүргенімізге. Қас құдай қаласы 1 сағатта жетем. Кетіп па? Қабағыма қарайтұғын үнім бар. Маған таныс жалауи бар, мықты бар. Қонақсың ғой, қалып қойды көп динар. Мені даттап өзің мақтап. Осымен 5 сағаттық прогулкамыз аяқталды. Сәтім қимай жасым мәне. Күшті аты. Және, молодец. Екеуміз зор барып қайттық қой. Ауыл деген керемет. Қалаша